Ел экономикасы тұрақты әрі қарқынды дамыған сайын жұмысшы мамандарға сұраныс көп. Ақтөбелік оқу орындары бұл қажеттілікті қамтуға ұмтылуы тиіс. Бұл туралы бүгін көлік, коммуникация және жаңа технологиялар колледжінде болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев айтты. Облыс басшысы оқу орнының материалдық техникалық базасын көріп, білім сапасын білді. Бүгінгі күні мұнда 15 мамандық бойынша 3000-нан астам оқушы білім алуда. Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технологиялар колледжі жұмысшы мамандарын дайындайтын өңірдегі ежелгі оқу орындарының бірі. Негізінен теміржол саласына қажетті кадрлар даярлайтын білім ордасы еліміздің батысындағы жол тораптарын қамтып келеді. Бүгін колледжде болған облыс әкіміне білім ұясының басшылығы оқу бағдарламасындағы өзіндік ерекшеліктерін айтып, материалдық техникалық базасын көрсетті. Облыс басшысы мұнда мүмкіндіктерді мейлінше пайдалану арқылы мамандар дайындаудың сапалық құрамын арттыруға жетті. Себебі биылдың өзінде бірқатар бағыттағы жол құрылыстары басталмақ. Биылдан бастап Ақтөбе, Атырау, Астрахан жолы басталады. Ол мынау біздің Мұғалжар, Темір, әсіресе жолы жоқ Байғанин аудандары үшін үлкен көмегін тигізеді. Одан кейін келесі жылы мынау орталық, ол орталық деген Астана, Арқалық, Ырғыз, Шалқар, Мұғалжар, содан кейін ары қарай. Бұл жолда біздің мынау әсіресе шалғайда жатқан Ырғыз, Шалқар ауданындағы қарым-қатынасты жақсартуға өзінің көмегін тигізеді. 80 жылдан астам тарихы бар оқу орнының деңгейі жаман емес. Жыл сайын бітірген түлектердің 70%-дан астамы тұрақты жұмыспен қамтылуда. Сондай-ақ 15 мамандықтың 3-еуі дуалды оқыту жүйесіне енгізілгелі бері еңбекке орналастыру ісі қалыпты жүруде. Алайда бұл мақсаттағы жұмысты жандандыру міндет тұр. Жұмысқа орналастыру барысында мекемелермен, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және облыстық жұмыспен қамту орталығымен тығыз байланысты жұмыстар жүргізіледі. Бүгінгі күні жұмыспен қамту орталығына тіркелген 55 түлектің 13-і жастар практикасы бойынша жұмыспен қамтылды. Колледж ұстаздары мен оқушылары және ата-аналар қауымымен кездескен облыс әкімі олардың сұрақтарына да жауап берді. Сауалдар негізінен білім ұясының мүмкіндігін арттыру және түлектерді еңбекпен қамту тұрғысында болды. Оқып бітіргенде оларда стаж қайда болсын? Еңбек стажы жоқ, оларды жұмысқа алмайды, стажы жоқтан қайтарады. Бұны қалай қылуға болады, қалай түсінуге болады? Колледжіне немесе басқа жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін ол жұмысқа орналасу керек. Жұмысқа орналаспаса онда қайдан стаж бар? Сондықтан мен оны жазып алдым. Кәсіпорын басшыларымен бір жиналысқа кездескен кезде біз бұны айтамыз. Біздің тиісті басқарма бақылауға алады. Оқу орнының маңыздылығын атап өткен облыс әкімі оқушыларға білім беру жаңа стандарттарға сәйкес жүргізілуі керек екенін атап өтті. Талапкерлерді колледжге шақыру тек мектеп түлектері арасында ғана емес, 7-8 сынып оқушыларына да насихатталуы керек деді. Себебі темір жол мен көлік жолдарын салу әлі де қарқын алмақ. Қазірдің өзінде еліміз бұл тұрғыдағы жобаларды іске асыруда алдыңғы лекте келеді. Анурбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.